Бәріңе сәлем достар, сіздермен бүгін Мирас. Бүгін біздің обзорымызда мынандай керемет телефон Xiaomi Redmi Note 8T телефоны. Яғни бұл телефонды Xiaomi фирмасы, компаниясы өзінің баға жағынан әртүрлі, мысалы 30 мың теңгеден бастап 200-300 мыңға теңгеге дейін мықты телефондар шығаратын компания. Мысалы өзіңізге жақсы арзанырақ, бірақ жақсы телефон алатын болсаңыз, Xiaomi Redmi Note 8 телефоны өте қолайлы, ыңғайлы, және де әдемі телефонның бірі деп есептеймін. Ал телефонды ашып көрейік, қарайық. Бұл біздің қазір қолымызда Xiaomi Redmi Note 8T деген моделі, яғни бұл Note 8 деген моделінен үлкен жоғары ағасы. Соңына екі телефонның отличиясын қараймыз. Немен екеуі айырмашылығы, қандай айырмашылықтары бар екен туралы сөйлесеміз. Ашып көрейік. Ашып қарағанда Xiaomi Redmi Note 8 телефонда мына жерде телефонның өзінің суреті тұрады, бейнесі, және де жаңа бір телефон. Мына жақта мысалы Note 8-да 3 телефон көрсетілген суреті, және де телефонның экраны. Бұл бізде қара, көк және ақ түсті болады екенін көрсетеді. Так, комплект жағынан сөйлесетін болса, бізде қорабында мынандай ине, телефонды сим-картасын алып шығу үшін, және де бізде кітапшасы, нұсқаулықтары, қалай телефонды қолдану керек екен, қалай қосу керек екен, және де гарантия книжкасы бізде. Жайтын алып қойып. Комплектіде Xiaomi маған орнайтын өзінің чехолдар салады. Комплектісін телефондары сын қалмау үшін, қолыңызды өте ұзақ қол жүру үшін, сіздер тағы да чехол алмау үшін өте керемет нәрсе. Осы чехолды комплектқа салу. Осы үшін Xiaomi фирмасына өте көп рахмет. Келесі бізде телефонның өзі қазір былайына ала тұрайық. Телефон өзі туралы сөйлесеміз. Біздің комплектқа қарап отырсақ, бұл телефон быстрый зарядканы поддерживает, яғни телефонның тез қуат алу функциясын поддерживает, қабылдайды. Бізде комплектіде 2 ампер 18 ваттық және 18 ваттық 9 вольттық өте тез зарядтайтын телефонның блочогы, яғни ампер, Xiaomi фирмасына өте тез зарядтайтын телефонды шнурлардың бірі болып есептеледі. Блочоктар. Біз сосын комплектімізде тез қуат өткізетін бізде сым, Xiaomi USB-C Type-C деп аталатын. Ол бар комплект қарап отырсақ, қарапайым комплект, ешқандай айырмашылығы жоқ. Телефонның өзін алып көрейік енді қолымызға. Анда бұл бізде пакеттикте болады. Телефон алып өзін қарасақ, таказына пленкасын шейік, бет жағын жақында. Өте әдемі телефон, артынан қарағанда өте андай жақсы материалдардан жасалған, яғни сапасы өте жақсы. Телефонның алдында және артындағы шинасы Corning Gorilla Glass 5 поколение стеклормен жасалған, өте әдемі, ұстағанда сырылмауға өте қолайлы жасалған. Ал бізден пластиковый ободогын қарап отырсақ, ободок пластик материалынан жасалып келеді. Бұл телефон бізде екісінің артында жазған, 2 сим-карта және де микрофлешканы поддержка жасайды. Яғни бұл телефонның памяті 64 гигабайт, өзіңіздің флешкаңызбен бұның памятін 16, 32, 64, 128 гигабайтқа дейін өзі күйтіп алсаңыздар болады. Бұл артынан дизайн жағынан қарасақ, Xiaomi Redmi Note 8 ешқандай Note 8T-дан ешқандай айырмашылығы жоқ. Артында 4 камерасы тұр, және де сканер отпечаток пальцев, яғни өз саусағыңызбен телефонның бетін ашу. Ал телефонның алдын қосайық, көрейік. Телефон алдын көріп отырсақ, мына жерде бізде Redmi астында жазуы тұрады, ал үстіңгі жағында камерасы орналасқан. Былайынан қарап отырсың, ешқандай артық сөз жоқ. Дизайн жағынан былайынан келгенде Redmi Note 8T деген жазумен қарсы алады. Және де мұны алдынан былайынан жауып қойса қарап отырсаңыздар, Samsung A50 және де басқа осы бұның моделінен осындай конкуренттерінен, яғни қарап отырса ешқандай айырмашылығы жоқ. Ал телефонның өзі қосылды. Қарап отырса, бұның бір жақсы Xiaomi модельдері соңғы кездер дисплейді өте жақсы жасайтын болды. Яғни өте үлкен, оның диагоналі, мысалы, алтыда 3 дюйм болып келеді. Яғни бұл iPhone 11 Pro Max және XS Max модельдерімен қатарлас болып келеді дисплей үлкендігі жағынан. Бірақ бұда TFT дисплей тұр, яғни китайский арзандау дисплей, зауыттан шыққан. Ал мысалы басқа Samsung
телефондарда оларда заводтан супер AMOLED экраны болады, яғни ол өте мықты қолайлы, мықты әдемірек экран болып келеді. Ал енді сөйлесетін болсақ, камера жағынан сөйлесейік. Камера жағынан бізде 3 камерасы, 4 камерасы, бірінші камерасы сверхширокоугольный камера жауап береді, яғни бұл өзіңізбен алыстатып көретін болсаңыз, сондай көрсетеді. Және де жақындатып қарайтын болсақ, екінші астында тұрған камерасы основной камерасы. Үшінші камераны қосатын болсақ, бұл үшінші камера бізде 48 мегапиксельді камера деп атайды. Және де основной камерасы макросъемка арналған камера дейді. Яғни бұл жақын түсіретін, мысалы, объектілерді түсіруге арналған камерасы. Табайына қойып, видеоға суретке түсіргенге. Және де телефон бізде 4К форматында видеоға түсіреді. Бірақ качество жағынан, стабилизация жағынан iPhone камерасын жетпейді. iPhone және басқа да мықты Samsung'тар телефонына салыстырғанда. Енді бұған характеристиканы телефон характеристикасы сөйлесетін болсақ, бұл да бізде процессор дейді, яғни бұл телефонның жүрегі Qualcomm Snapdragon 635 процессор тұр. Яғни бұл өте жақсы процессорлардың бірі. Өз бағасына бұл телефондардың ойындарды, мысалы, басқа да программаларды, PUBG деген ойындарды және Call of Duty деген ойындарды қайтсам болады. Ешқандай қиналмай жақсылап тартады, яғни ойынды жақсылап ойнай аласыз, ешқандай қиналмай ойнай аласыз. Және де бұл оператив жадысы бойынша 4 ГБ, және бұл өте жеткілікті. Егер де сізге жетпей тұрса, Xiaomi Redmi Note 8 Pro телефон алсаңыз болады. Ал память жағынан, яғни бұда 64 ГБ болады, және де 128 ГБ болады. Біздің қолымызда тұрған 64 ГБ версиясы бұл телефонның. Бұл телефон өзінің бағасы жағынан келгенде 70 000 теңге тұрады. Өте осы өз ақшасына өте жақсы телефондардың бірі деп аталған. Қолға ұстағанда арзан телефон екені көрінбейді бағасы жағынан. Дизайн жағынан өте әдемі. Былай салыстыратын болсақ, плюстарынан айтатын болсақ, бірінші очередь дизайн жағынан қарайтын болсақ, түрі жағынан қарайтын болсақ, 5 балл, яғни өте тамаша, өте жақсы. Жақсы. Екіншісі болса, камерасы өте жақсы, күштілеп суретке түсіреді. 4 камерасы бар. Үшіншісі болса, бізде үлкен дисплей, яғни сіз киноны, видеоны күштілеп көре аласыз, және ойын ойнасаңыз, сізге өте ыңғайлы болады үлкен дисплейда. Төртіншісі, бізде батарейкасы 4000 мАh болып келеді. Және де бесіншісі, бұл біздің процессорында, яғни сол ойындарды, басқаларды, программаларды қиналмай ойнай аласыз. Және де соңғы несі, преимущество деп айтады ғой, бағасы 70 000 теңгеге осында 5 характеристиканы сыйыстыратын телефон, осында Xiaomi Redmi Note 8 телефоны. Яғни өз басым бұл телефонды рекомендовать етемін, мақтаймын. Менің достарым сұрайтын болса, достарым таныстарым сұрайтын болса, қандай телефон 70 000 теңгеге дейін алуға болады десе, мен әрине де Xiaomi Redmi Note 8 телефонын айтушы едім. Осымен видео аяқталады. Сіздермен мен көргендеріңізге өте көп рахмет. Сау болыңыздар.